Балақай, кел ертегі тыңдайық. Бүгінгі тыңдайтын ертегі Қотыр торғай. Бір қотыр торғай шеңгелге қонып отырғанда, жарасынан қара қотырланған аузын шеңгелдің тікенегі сыдырып кетіпті. Торғай ашуланып, "Қап бәлем, сені ешкіге айтпасам ба?" деп ешкіге келіп, "Ешкі, ана шеңгелдің сылдырмағын неге жемейсің?" дейді. Ешкі, "Оны жемек түгіл, өзім лақтай алмай жатырмын." Торғай, "Қап бәлем, сені қасқырға айтпасам ба?" Қасқыр, ана ешкіні неге жемейсің?" "Оны жемек түгіл, байдың жабағысын жеп тауса алмай отырмын." Торғай, "Қап бәлем, сені жылқышыға айтпасам ба?" Жылқышы, ана қасқырды неге ұрып алмайсың?" Жылқышы, "Оны ұрып алмақ түгіл, өзімнің ұйқым қанбай жүр." Торғай, "Қап бәлем, сені байға айтпасам ба?" Байеке, ана жылқышыңды неге ұрмайсың?" Бай, "Оны ұрмақ түгіл, өзім қоспамды жеп тауса алмай отырмын." Торғай, "Қап бәлем, сені тышқанға айтпасам ба?" Тышқан, байдың қоспасын неге жемейсің?" Тышқан, "Оны жемек түгіл, өзім інімді қаза алмай жатырмын." Торғай, "Қап бәлем, сені балаларға айтпасам ба?" Балалар, ана тышқанды неге ұрып алмайсыңдар?" Балалар, "Оны ұрып алмақ түгіл, өзіміз асығымызды ойнай алмай жатырмыз." Торғай, "Қап бәлем, сендерді кемпірге айтпасам ба?" Кемпір, ана балаларды неге ұрмайсың?" Кемпір, "Оларды ұрмақ түгіл, өзім жүнімді сабай алмай жатырмын." Торғай, "Қап бәлем, сені құйынға айтпасам ба?" Құйын, кемпірдің жүнін неге ұшырмайсың?" Құйын соғып, кемпірдің жүнін ұшырды. Кемпір келіп балаларды ұрды. Балалар тышқанды ұрды. Тышқан байдың қоспасын жесті. Бай жылқышыны ұрды. Жылқышы қасқырды ұрды. Қасқыр ешкіні талады. Ешкі шеңгелдің сылдырмағын жеп, Қотыр торғай шеңгелден өшін алған екен дейді.